Қайырлы күн, Шеф Астана каналына қош келдіңіздер. Тағы да бір айта кетейін, міндетті түрде осы каналға жазылып қойсаңыздар, сіздер келесі жаңа рецептпен таныс боласыздар. Ал қазір біз сіздердің өздеріңіздің көптен күтіп жүрген сүйікті бауырсағымызды жасайтын боламыз. Бұл президент бауырсағын жасау үшін әрине міндетті түрде қазір біз сіздермен бірге жылы су аламыз. Енді қолмен тексеріп те көреміз, бірақ қан жылым деп айтады, қан жылым. Жылы су алып, бір қасық дрожжин саламыз, және бір қасық қант саламыз. Енді осы дрожжиннің біз қазір көтерілгенін тексереміз. Көтерілгеннен кейін. Мінекей жаңағы біздің жасап қойған апарамыз көтерілді. Өздеріңіз байқап отырған болсаңыздар. Енді қазір біз ұнымызды аламыз. Және қант, бір қасық қант саламыз. Және тұз бір қасық саламыз. Тұз бір қасық саламыз. Енді мен қолмен мөлшермен үйреніп қалған. Бір қасық, үлкен қасықпен бір қасық саласыздар. Одан кейін және мінекей біздің апарамыз көтеріліп тұр. Қасықпен былғамаймыз, өйткені бұл түсіп қалуы мүмкін. Апара көтеріліп тұрғанда қасықпен былғамаймыз. Және өздеріңізге көрініп тұрғандай, мына жерде мен 300 грамдай сүт алдым. Бұл сүттің қасына мен қазір ыстық сумен жылытатын боламын. Ал мінекей өзіміздің қасиетті сөзіміз бар, бісміллә деген. Бісмілләмізді айтып, біз енді сіздермен бірге жаңағы біздің дайындап алған қамырымызды илейміз. Үлкен қасықпен бір қасық кәдімгі сұйық май қосамыз. Жақсылап илейміз. Ал қыздар, өздеріңіз көріп байқап отқандай, нанды илеп қойдық. Енді не істейміз? Қақпағын жабамыз. 1,5 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағаттың ішінде 2 рет нанды июін қайтарып қоямыз. Түсінікті ғой? Жақсы, 45 минут, 45 минутта бір қайтарып жіберіңіздер. 1,5 сағат болған кезде тағы бір қайтарып жіберіңіздер. Күтеміз. Неке өздеріңіз көріп байқап отырғандай, біздің нанымыз көтерілді. 2 қайтарып жібердік, 2 қайтарып болғаннан кейін енді неге ұнымызды жайып, неке салып, бұны жаймен осылай бабымен
үстінен жаймен келтіреміз. Сосын одан кейін не істейміз? Мына астыңғы жағын аударып саламыз. Түсінікті ғой? Бізде не істеп тұр? Мынау ұнымыз бізде нанымыз бізде үстін басып тастамаймыз. Ыңғайлы етіп қойып қоямыз. Нанымызды жайып болып, осылай арнайы мынандай темірмен басып өтеміз. Егер қарымдары қанша... Мінекей нанымызды жайып алдық. Арнайы өзіміздің темірімізбен басып шықтық. Темірді көріп тұрсаңыздар, мінекей қолға батпайды, өте әдемі осылай кесіп шығарды. Енді осының көтерілгенін күтеміз. Көтерілгенін күту үшін бізге ары кеткенде 7-10 минут уақыт береміз. 7-10 минут уақыттан кейін біздің майымыз қызғаннан кейін пісіріп бастай береміз. Ал ханымдар, өздеріңіз байқап отырғандай, бауырсақтың астына міндетті түрде осындай қағазды салып қоямыз. Бұл қағаз бізде бауырсақтың майын сорып алады. Ал енді біздің майымыз қызды. Бісміллә деп бауырсағымызды сала берейік. Ал ханымдар, мінекей сіздермен бірге әдемі бауырсақты балдай дәмді бауырсақты дайындап болдық. Міндетті түрде комментарийға келесі қандай рецепті күтетініңізді жазып кетіңіз.